Жасымық сорпасы деп аталатын дәнді дақылдан чечевицадан сіздерге сорпа әзірлейтін боламын. Турецкий суп. Ыдысымызға майымызды қыздырып болғаннан кейін пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Оның үстінен фаршты қосамыз. Өте тез дайын болатын тағам. Дәміне қарай тұз қосамыз. Және де томат қоссаңыздар болады. Жуып алған чечевицамызды саламыз. Араластырып, үстіне су құямыз. Бұл тағамды түрлі етіп дайындайды. Картопты майдалап турап қоссаңыздар болады, және де ет қоспастан еттің сорпасына дайындасаңыздар болады, қайнатпа сорпа ретінде. Осыны бетін жауып, қайнаған соң көбігін аламыз. Бізде дайын болды. Бұны блендер бар болса, езіп пюре жасасаңыздар әдем болады. Тез дайын болады, жарты сағатта. Және де дәмдеуіш қосамыз. Біздің жасымық сорпамыз дайын. Өте әдемі, горохтың дәміне ұқсайды. Барлық дәнді дақылдар витаминге бай, адам ағзасына пайдалы. Егер сіз видеодан бір нәрсе үйренген болсаңыз, каналға тіркеліп етіңіз.